Сәлем математиктер. Бүгін біздер бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер тақырыбына келдік. Бұл төртінші бөлімнің бірінші сабағы. Енді бірінші теңсіздікті ең жеңіл түрлерінен бастайық. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Енді қараңыздар. Мына жерде x-ті бір жаққа, санды бір жаққа жинайық. Мына 5x-ті бері қарай әкелсем, ол плюс болып келеді. Сонда екеуі азайтылады. Минус x плюс 5x, сосын 12, 3-ті ары қарай өткізсек, ол минус болып барады. Сонымен 3x болады. Бұл кіші 9-дан. X кіші 3-тен. 9-ды 3-ке бөлеміз. Енді бұнымен есеп бітпейді. Бұны салуымыз керек. Мына жерде 3 бар деп ойлайық. Бұны неге боямадым? Бұл нүктені белгілеудің екі түрі бар. Біріншісі осылай боямау, екіншісі бояу. Егер боялмаса, бұл қатаң деген сөз. Яғни 3 жауапқа қатыспайды деген сөз. Егер боялса, онда ол теңдік белгісі салынады астына. Бұл жағдайда 3 жауапқа қатысады деген сөз. Енді бұны толықтай қазір алдыңғы сабақтарда түсіндірем. Енді мына жерде x кіші деп тұр, демек 3-тен төмен сандардың бәрін белгілейміз. Бізге есептің шарты бойынша теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Ең үлкен бүтін шешімі, бүтін деген сан, ол 1, 2, 3 немесе минус деген сияқты минуспен берілетін, яғни бөлшек емес, ондық бөлшек емес, тек қана бүтін шешім. 3 жатпайды, өйткені ол боялмаған, яғни қатаң белгісі бар. 3 жатпайды. Одан кейінгісі мына жерде 2 бар. Демек, теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімі ол 2 болады. Сонда жауабы 2. Бұл жерде енді сіздер егер бүтін шешімі сұрамаса, онда жауапты бұлай жазар едік біз. Минус шексіздіктен плюс 3-ке дейін деп жазар едік. Бірақ есептің шарты бізде басқа. Сондықтан мынау бізге керек емес. Келесі, екінші. Ол да осы шартпен енді біздер бұны шығаруымыз керек. Бірінші жақшаны ашайық. X пен x-ті көйтсек, x квадрат қосылған 3x. Ол кіші, үлкен x пен x, x пен 3-ті көйтеміз. 1 мен x, 1 мен 3-ті көйтеміз. Сонымен x пен x-ті көйтсек, x квадрат болады. Қосылған 3x болады. Қосу 1 мен x-ті көйтсек, x, екеуі 3 болады. Сонымен x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинайық. Мына x-ті бері қарай өткізсем минус болып келеді. Ол жойылып кетеді. Мына 3x пен x-ті қоссам 4x болады. Оны бері қарай өтсем минус болып келеді. Сонымен бұл минус 4x болып келеді. Жоқ былай. 3x минус 4x болып келеді. Сосын мына жақта 3 қалды. Енді мынау минус x болады, ол үлкен 3-тен. Минусты ары қарай жіберейік. Бұл минус ары қарай 3 болады ғой. Демек ары қарай жүрсек, мына жерде белгісі өзгереді. X кіші минус 3-тен болып қалады. Сонымен жауап мына жерде жоқ. Примерно мына жерде деп алдық. Мына жерде минус 3 бар. Енді бұл кіші 3-тен деп жатыр. Демек, кіші болса, минус 3-тен теріс жағына қарай бояймыз. Теріс жағына қарай бояймыз. Сонымен бізге ең үлкен бүтін шешімі. Ең үлкен бүтін шешім бұл бізде минус 2. Минус 3. Ойбай. Минус 2 емес. Минус 2 мына жағында екен ғой. Минус 2 мына жағында. Керісінше біздер мына жағында минус 4. Демек, бізде ең үлкен бүтін шешімі ол минус 4. Жауабы минус 4. Келесі, теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешіміміз табыңыз. Тағы да бұл сол шартпен берілген. Бұны шешудің жолы ортақ бөлім келтірейік. Ортақ бөлімі 90. Мұнда 9-дан келеді. Мұнда 10-дан келеді. 9 мен 9x көйтсек 81x қосылған 18. Азайту. 10x пен 10-ды көйтсек 100x
азайтылған, азайту емес, бұл қосу болады, 20 болады. Үлкен 2-ден. Енді мына 90 мен 2-ні көбейтіп жібереміз пропорция бойынша. Сонда мына жақта 81x пен минус 100x ол минус 19x береді. Мынау 18 бен 28 38 береді. Үлкен 90 мен мынау 180 береді. Минус 19x үлкен 38-ді мына жаққа жібереміз. Ол минус болып барады. Сонда бұл 142 x минус x көрейік. 142-ні 19-ға бөлсек 7,5 шығып тұр, иә? Жоқтау алғанда 7,5. Енді минусты мына жаққа жібереміз. Сонда x бұл таңба ауысады, минус 7,5 болады, иә? Енді бұны интервалдар әдісіне салсақ, мына жерде бір 7,5 бар деп ойлайық. X кіші деп жатыр, демек мына жағын бөлеміз. Енді бізге ең үлкен бүтін шешімі мына жақта 8 деген бар, иә? Минус 8 деген. Сонда жауапқа минус 8-ді қатыстырады екенбіз. Ең үлкен бүтін шешімі минус 8. Келесі. Теңсіздікті қанағаттандыратын x-тің ең кіші бүтін мәнін табыңыз дейді. Мана біз ең үлкен бүтін мән болса, енді біздер ең кіші бүтін мәнін қарастырамыз. 3x қосылған 3, 5x қосылған 5 минус 2. Енді мына 5x бері қарай өткенде ол минус болып келеді, сонда минус 2x болады. Ол кіші, так, мынау 3 болады мына жер. Мына былай жіберсек минус болып барады, 0 болады. Сонда x кіші 0-ден, x үлкен 0-ден. Мына минусты ары қарай жіберсек таңба ауысады. Сонымен мына жерде 0 бар деп ойлайық. X үлкен деп тұрса, онда стрелкаға қарай боямыз. Енді осының ең кіші бүтін мәні, мына жақтан ең кіші бүтін мәні мына жерде 1 бар. Мына 0 кірмейді. Одан кейін тұрған сан кіреді. Демек 1. Мұнда жауабы 1 деген болады екен. Келесі. Теңсіздікті қанағаттандыратын x-тің ең кіші бүтін мәнін табыңыз дейді. Так, бұл жерде ортақ бөлім келтіреміз. Мұнаның бәріне бір ортақ бөлім келтірейік. Сосын соңынан ортақ бөлім тастап кетеміз. Мұнда 3-тен береміз. Мұнда 4-тен береміз. 3x пен 3-ті көбейтсек 9x болады. Мына жерде тағы бар. Мына жерде 12-ден береміз. Мына жерге 12-ден береміз. Қосылған 15 минус 12, сосын 4x минус 8 плюс 2x болады. Енді бәріне бірде ортақ бөлім бердік. Демек, бөлімін өлшеп тастасақ болады екен. Так, мына жерде 4x пен 2x қоссақ 6x болады. Оны бері қарай өткізсек минус болып келеді. Сонда 9x пен 6x азайтсақ 3x қалады. Мынау 15 пен 12-ні азайтсақ 3 болады. Оны бері қарай өткізсек минус 3 болады. Минус 8 пен минус 3 ол минус 11 болады. Сонымен мына жер минус 11. Дұрыс есептедім ғой, 3, мынау бері қарай өтсе минус 11. Сонымен x кіші немесе тең минус 11 бөлінген 3. Енді бұны жауапқа салсақ, қазір 11-ді 3-ке бөлу керек. 11-ді бөлеміз 3-ке. 3 болады. Сонда дұрыс есептедім ғой, 3x 15 минус 12, мынау 4x минус 8 плюс, ойбай, мынау 12x екен. Бәсе, что-то не то. 12x. 4x пен 12x қоссақ 16x, 16x бері қарай өткізсек минус 16-тан дұрыс қой, 16-тан 9-ға азайтсақ 7x-ті минус 7x.
Сонымен мынаның алдында минус бар. 11 бөлу 7. X мына минустарын жоқ қылып жібереміз, сонда ауысады. Минуста кетіп қалады. 11 мен 11 бөлінген 7 қалады. Енді 11 бөлінген 7 шамамен неше қарайық. 11 бөлінген 7 1,5 дейді. Так. Мына жерде 1,5 бар. Содан x үлкен дейді, онан үлкен жағын боямыз. Енді ең кіші бүтін мәні 1,5-дің өзі кірмейді, одан кейін тұрған 2 бар, 2 кіреді жауапқа. Сонда жауабы 2. Келесі. Теңсіздікті қанағаттанатын x-тің ең кіші бүтін мәні. Бұл да сондай ең кіші бүтін мәні. Так. Мынаны біздер бүйтеміз. Мына бірінші 2x-ті алып қалайық, минус 2x-ті алып қалайық. Мына 4-ті екі жаққа лақтырамыз. Мында да, мында да. Енді мынау плюс 4, ол мына жаққа өтсе минус 4 болып барады. Сонда минус 2 мен минус 4, минус 6 болады. Мынау 2 мен минус 4, ол минус 2 болады. Енді мына минустан құтылу үшін екі жағына көбейтереміз. Сонда 6 таңбалар өзгереді. 2. Енді 2-ні бөліп жібереміз әрқайсысына. 3 x 1. Сонда x-іміз 1-ден үлкен, 3-тен кіші. Осы аралықта ең кіші бүтін мән ол бізде мына 1-дің өзі болады. Өйткені 1 жауапқа кіреді. Мына жерде теңдік белгісі бар. 1-ге тең немесе одан үлкен деп тұрса, 1-дің өзі де жауапқа кіреді деген сөз. Яғни тең деген сөз. 1-ге тең деген сөз бар, мына жерде тең болғансын. Сонда жауабы ең кіші бүтін мәні ол 1 болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл теңсіздікке кіріспе болатын. Енді келесі сабақтарда жайлап күрделендіре береміз. Сау болыңыздар.